Сәлем балалар, бүгін 73-ші сабақты өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы заттың қимылын білдіретін сөздер. Бірінші жаттығу, мәтінді түсініп оқы. Тақырып табиғат құбылыстары. Табиғатта әртүрлі өзгерістер болып тұрады. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар, бұршақ жауады. Жел соғып, күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды. Қар ериді, су тасиды. Өзендер мен көлдерге мұз қатады. Табиғаттағы мұндай өзгерістер табиғат құбылыстары деп аталады. Дүниетану анықтамалығынан. Тапсырма: табиғатта қандай өзгерістер болады? Табиғатта үнемі өзгерістер болып жатады. Жануартаудың атқылауы, найзағайдың жарқылы, судың мұзға айналуы, бұршақтың, жаңбырдың жаууы. Екінші тапсырма: табиғат құбылысына нелер жатады? Табиғат құбылысына найзағайдың жарқылы, желдің соғуы, күннің күркіреуі, жаңбыр, қар, бұршақтың жаууы, судың тасуы, қардың еруі. Міне осылар табиғат құбылысына жатады. Екінші жаттығу, көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып жаз. Керекті сөздер: күркірейді, жауады, алмасады, жарқылдайды. Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар жауады. Күн күркірейді. Найзағай жарқылдайды. Тапсырма: жазған сөздеріңе сұрақ қой, ол сөздер нені білдіреді? Енді сұрақ қоятын болсақ, алмасады не істеді? Күн мен түн алмасады. Жаңбыр, қар не істеді? Жауады. Күркірейді, жарқылдайды. Бұл сөздер заттың қимылын білдіріп тұр. Заттың қимылын білдіретін сөздерге не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, ұшты, не істеді? Ұшты. Жүргізді, барды, оқыды. Міне осыларды жатқызуға болады. Үшінші жаттығу, сөйлемдерді тиісті сөздермен толықтырып айт. Бірінші суретте тиын, жаңғақ, жейді. Екінші суретте піл тышқаннан қорқады. Үшінші суретте түлкі арыстаннан қорқады. Балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Келесі видеоны көру үшін менің каналыма тіркеліп алыңдар. Сау болыңдар.